Қазіргі көрерменнің таңдауы мүмкіндігі кең. Таңдап талғап көремін десе, ешкім қолынан қағып жатқан жоқ. Бірақ бөтен елдің өзге тілдегі арналары ешқашан қазақ мәселесіне, тұрмысына, хал-ахуалына назар салып, эфирін бермейтіні аспандағы айдай анық нәрсе. Барар жеріміз өз телеарналарымыз. Өз арналарымыздың да әрқайсының діттеген мақсаты, мүддесіне қарай жол сан тарау. Барлық жолдар отырарға бастап алып бармайды демекші, әр арна бұқараның ойын, тұрмыс тіршілігін, уайым қайғысын, шын халін көрсетіп, жалпақ елге ұсынып отыр десек, жалған болар еді. Көрерменін сиқыршыдай шоуларымен арбап ұстап отырған арналар көзді арбайтын жаңа жылдық безендіру секілді болса, сөзімізді сөйлейді, мұңымызды тыңдайды, көмектеседі деген халықтың тілегі әлгі жылтыр шоулардың тасасында тұншығып қалатында жасырын емес. Бірақ тоғыз ұлым бір төбе, ертөстігім бір төбе дегендей, Қазақстан ұлттық арнасында 2012 жылдың күзінен бастап аптасына 5 күн эфирден беріліп келе жатқан Айтуға оңай ток-шоуы елдегі телебағдарламалар арасында төңкеріс жасады. Қазақ телевизия саласындағы ток-шоу түсінігіне анықтама берді. Несімен дерсіз? Бұл сауалға Айтуға оңайдың миллиондаған көрермендерінің әрбірі өзінше жауап айтар. Дегенмен сол жауаптардың түйсер тұсы біреу. Айтуға оңай біздің өміріміздің шын бейнесін, әлеуметтік тұрмыстық жағдайымыздың боямасыз шындығын көрсетті, айта білді. Шындығында да Айтуға оңай эфирге шыққаннан бергі уақыт ішінде ұлттық арнаның миллиондаған көрермені қоғамдағы беті ашылмаған талай шындыққа, тағдыр тәлкегіне түскен небір адамдардың аянышты халіне, барлық саладағы қордаланған мәселелердің өткір талқысына куә болды. Айтуға оңай ток-шоуының тізгінін ұстаған Бейсен Құранбек тек қана жүргізуші ғана емес, бағдарламаның ыстығына киіп, суығына тоңып, жанын салып қызмет істеген үркердей шығармашылық топтың әрі қамқоршысы, әрі жол нұсқап бағдар беретін жетекшісі де бола білді. Ал жүргізуші ретінде 25 жылдан астам тележурналистикада қызмет етіп келе жатқан Бейсен мырза Айтуға оңайдың тынысын ашты. Ток-шоу жүргізуші қандай болу керек дегенге дайын үлгіге айналды. Әрине, Айтуға оңайда Бейсен Құранбектің телевизиядағы бағындырған биіктерінің біріне айналды. Біздің келесі кейіпкерлеріміз Жаңа ұрпақ деген республикалық жастар дамыту орталығы бар. Қазір осы Алматы қаласында осы орталықтарын ашып, балалардың бойындағы қорқынышын кетіру мақсатында жұмыс атқарып жүр. Өздері кәдімгі оның арнайы маркетологиялық зерттеулер де жасап жатыр екен. Өткенде көптеген директорлар кәдімгі жақсы нәтижеге жетіп жатқанын сол орталықтың тренингтерінің арқасында бізге айтқан еді. Алдымен сол орталық жайлы сюжет көрдік. Айтуға оңай ток-шоуын халықтық дәрежеге көтеруге күш салған шығармашылық ұжым туралы айтпай кетуге болмайды. Бұл тұста ерекше бір атап өтетін нәрсе, шығармашылық ұжым кілең жастар. Күн-түн демей телеарнада түн жатып, әр хабарды эфирге ұсынған бұл ұжымның зор еңбегін сөзбен айтып жеткізу айтуға ғана оңай. Бағдарламаға қатысқан кейіпкерлердің көп бөлігі әрдайым қаржылай болмаса, мамандар тарапынан нақты көмек алып отырды. Айтуға оңай талай жанның үмітін жақты, сүрінгенді демеді, жылағанды уатты, жетімнің жасын сүртті, айырылған ана мен баланы табыстырды. Жақсылық пен ізгіліктің, қайырымдылықтың жаршысы, жарқын үлгісіне айналды.